Қазақ билері. Құрметті оқушылар, біздегі қазақ қоғамындағы билердің рөлі неге ерекше? Неліктен би дана, шешен, қазы болған деген сұрақтар қызықтырмай қоймаса анық. Сондықтан бүгінгі сабағымыз қазақ билері жөнінде болмақ. 14-15 ғасырларда би сөзі ежелгі түркі тілінде бек деп аталған. Басқарушы, ел билеуші мағынасында қолданылған. Қазақ халқы билерге аса құрметпен қарап қадірлеген, билерді ел билеушісі ретінде қабылдаған, ел арасында үлкен абыройға ие болған. Билер мен батырлар хан мен сұлтандардың билігін шектей алатын. Билер білімді, ақылды, әділетті, елге сыйлы адам болған. Ел ішінде қара қылды қақ жарып, тура жолдан таймайтын, әр жұмысты әділдікпен шешетін тұлға ретінде танылған. Билер сот төрелігінде іске асырған. Олар көпті көрген дипломат та, ханға көмекші, кеңесші де бола білген. Қазақ елін, жерін, азаттығын қорғауда билер батырлармен қатар қол бастаған, қолбасшы да болған. Қазақ билерінің тағы да тамаша қасиеттерінің бірі шешендік өнері. Билер шешендік өнерді меңгермей, би деген атаққа ие болу мүмкін емес болған. Қазақ халқы біліктілігімен, ерекше абыройлы әділдігімен даңқты Төле, Қазыбек және Әйтеке билерді қадір тұтып сыйлаған. Ел жұртының бірлігі мен тірлігін ойлаған қазақ билерінің ел тарихында алатын орны ерекше. Төле би 1663 жылы туып, 1756 жылы қайтыс болған. Төле би өз заманында сауатты, шешендік өнерден тәлім алған адам. Ол жасынан өлең шығарып, қанатты сөздермен сөйлеуді әдетке айналдырған. Ол 20 жасында ел арасында билік айта бастаған. Жоңғар шапқыншылығына қарсы қырғыз, қарақалпақ, өзбек халықтарының одағын құру арқылы елімізді азат ету күресіне дем берді. Төле бидің атақ даңқы мен беделінің көтерілген кезі елді Тәуке хан басқарып тұрған уақытта болған. Ол кезде қазақ ұлыстары бір орталыққа бағынып, бір ханның қол астында болды. Қазақ хандығының орталығы Түркістан қаласы болатын. Төле би Тәуке, Әбілқайыр, Абылай хандардың замандастары, яғни сол кезеңде өмір сүрген. Әз Тәуке хан құрған билер кеңесінің мүшесі болған. Төле би шешен, ойшыл, дана деген аса құрметке ие болған. Төле бидің қазақтың басқа билерімен бірге атақты 7 жарғы атты әдет құрып заңын жазуға қатысқандығы оның тарихтағы үлкен еңбектерінің бірі. Қазыбек би 1665 жылы дүниеге келіп, 1765 жылы қайтыс болған. Қазыбек би мемлекет және қоғам қайраткері, атақты шешен, 7 жарғы заңын жасаушылардың бірі, сенімді, ақылшы. Қазыбектің әкесі Келдібек, ал атасы Абыз атанған Шаншар. Бұлар өз кезінде елге белгілі шешен сөзді білгірлер болған. Қазыбектің атасы Шаншардың Абыз атануы бекер емес. Атасы ескіше оқыған адам. Ол төңірегіне ақыл кеңесімен, үлгі өнегесімен көзге түскен. Кішкентайынан анасынан естіген жинағандарын жадында сақтап, бала биден дана биге айналып, қаз дауысты Қазыбек би деген атаққа ие болады. Тәуке хан тұсында Қазыбек би ел басқару ісіне араласып, оның ішкі сыртқы саясатына елеулі ықпал жасаған. Жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақ халқының отан соғысында елдің азаттығы мен бостандығы үшін күресті ұйымдастырушылардың бірі болған. Өз жұмысының білгір саясаткері, елшісі болды. Ол бір ғасырдай ғұмыр кешкен. Әйтеке би 1644 жылы туып, 1700 жылы қайтыс болған. Әйтеке Бәйбекұлы атақты би, мемлекет қайраткері. Ол ауыл молдасынан 5 жасында сауат ашады. Әйтеке 7 жасынан бастап атасы ақшадан ел басқару ісін үйреніп, елшілік байланыстар жасаудың қыр-сырын біледі. Жалаңтөс атасынан әскери қолбасшылық өнерін меңгереді.
жалаңтөс Бахадур тәрбиесінде жүргенде, оның салдырған медресесінде оқуын жалғастырады. Әйтеке 21 жасында Бұқара мен Самарқан маңындағы қазақ, өзбек, қарақалпақ жұртының бас биі болып сайланады. 25 жасында ол кіші жүздің бас биі болады. Әйтеке би халқымызға танымал, әйгілі басқа билермен бірге Тәукені хан сайлауға атсалысады. 7 жарғы дайындауға атсалысады. 7 жарғы. Тәуке хан билік құрып тұрған кезде қазақтардың әдеттегі құқық нормалары бір жүйеге келтіріліп толықтырылады. Қазақ хандығының ежелгі заңдары жарғы деп аталған. Жарғы сөзі әділдік деген мағынаны білдіреді. Заңдар 7 жарғы деген атпен белгілі. 7 ереже деген мағынаны білдірген. Ол 7 бағыттағы баптардан тұрды. Осы заң құжат Тәуке ханның заңдары деп аталады. 7 жарғы ережелері елден елге, ұрпақтан ұрпаққа ауызша жатталып таратылса керек. 7 жарғы мазмұнында ертедегі ескі әдет ережелермен қатар жаңарған ережелер де кездеседі. 7 жарғы ережесінде қазақ халқының өмірінің барлық жақтары қамтылған. Онда жер дауы, жесір дауы, құн дауы, мал дауы, мүлік дауы және басқа да ережелер енгізілген. 7 жарғыда баяндалған ережелер жиынтығы қазақ хандығы заңдарының ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келген әдет ғұрыптық ережесі болып табылады.